Бәріне сәлем. Бүгін сіздерге жалбыз бен шоколад қосылған торттың жасалу жолын көрсетемін. Коржыға мята қосылғандықтан дәмі өте ерекше, освежающий болып шығады. Коржды жасау үшін бірінші мятаны сахармен езіп блендерлеп аламыз. Мята видеода көрсетілгендей кашеобразный болып, прям толықтай езілуі керек. Сосын желток пен белогымызды бөліп аламыз да, белокты бірте-бірте сахар қосып отырып миксерлейміз. Белогымыз осындай өзінің формасын ұстайтын меренгі болғаннан кейін бірте-бірте желтогымызды қосып тағы да араластырамыз. Сосын ұнымыз бен қопсытқышты араластырып, міндетті түрде ситыдан өткіземіз. Ұнымызды қосқаннан кейін осылай лопаткамен астынан жоғарыға қарай араластырамыз. Жұмыртқамыз отырып қалмау керек. Сосын сұйық майға осылай бөлек ыдысқа жаңағы тестаны қосып, қасықпен араластырып барып қосамыз. Если сразу сұйық майды тестіға құйсақ, сұйық май астына түсіп кетеді, ол дұрыс араласпай қалады. Майымыз жақсылап араласқаннан кейін езілген мятаны қосып, тағы да кішкене араластырамыз. Сосын 16 диаметрлік форманы алып, фольгамен осылай бекітіп, екіге бөліп, коржымызды 160 градуста 25-30 минут өзіңіздің пешіңізге қарай дайын болғанша пісіресіз. Коржымыз дайын болғанша ганаш жасаймыз. Ол үшін май мен сливкиді ерітіп, шоколадқа араластырамыз. Шоколад еріген соң холодильникке салып суыту керек міндетті түрде. Коржымызды міндетті түрде ысылай бөліп аламыз төртке. Ол үшін пышақпен осылай кесіп шығамыз да жіппен бөлеміз. Коржымыз суығанша крем жасаймыз. Ол үшін барлық ингредиенттерді миксерлеп, өз-өзінің формасын ұстайтын плотный крем жасаймыз. Тортымыздың разрезі әдемі крем бір қалыпты жағылу үшін осындай кондитерский мешок пайдаланамыз. Тортымызды құраймыз. Ол үшін тортымыз жылжып кетпеу үшін астын креммен бекітеміз. Сосын корждың үстіне крем жағамыз бір слой. Осылай лопаткамен әдемілеп, түзеп, үстіне бортики жасаймыз. Бортикінің ішіне қазір ганаш құямыз. Ганашымыз сыртына ағып кетпейтіндей бортикиді жақсылап тесік қалдырмай, прям күштетіп жағу керек. Ганаш тек қана 2 слой болғандықтан ганашты көзбен екіге бөліп, бірінші слойын осылай құямыз. Соның үстіне корж қоямыз. Корждан кейін крем жағамыз. Бұл слойда ганаш болмайды. Осылай түзеп алғаннан кейін үстінен корж қоямыз. Сосын келесі слойымызда уже ганаш жағамыз. Осылай бортики жасап, соңғы ганашымызды құямыз. Ең соңғы слой бізде коржы болады. Жиналған тортымызды осындай формамен бекітіп 6 сағатқа минимум немесе бір күнге холодильникке жібереміз. Бетін міндетті түрде пищевой пленкамен жауып қоясыз. Тортымыз 6 сағат тұрды холодильникте. Енді крем декор жасаймыз. Барлық состав салқын болу керек міндетті түрде. Осындай плотный кремді міндетті түрде кондитерский мешокпен бір слой осылай жағып шығасыз. Егер корждарыңыздың формасы бірдей болса,
Егер тортыңыз түзу құрасаңыз, тортыңыз міндетті түрде ровный болып шығады. Осылай кремді жағып, лопаткамен бірінші осылай түзеп шығамыз. Содан кейін барып қана шпательмен айналдырып түзейміз. Шпательмен бір айналып шыққаннан кейін осындай жетпеген жерлеріне лопатканың көмегімен кремдерді жағып, тағы да 1-2 рет өтіп шығасыз. Осылай дайын тортымызды өзіміздің вкусымызбен әдемілеп шығамыз. Мен жасыл креммен кондурин жағып шықтым. Видеода көрсетілгендей осылай красительге араластырып, ан-жермен жерден крем жағып, осылай тағы да шпательмен айналдырып шығасыз. Мен әдейі жоғары жағын неровный қылдым. Қазір сол неровный линияға спиртпен кондуринді араластырып, осылай видеодағыдай жағып шығам. Сонда әдемі болып тұрады. Жасалу жолы өте оңай, дәмі ерекше болып шығатын торт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.